Ассаламу алейкум. Бисмилlah. Қалайсыздар, қыздар? Қайырлы күн барлықтарыңызға. Чтобы менің интернетім істемей қалмаса болды, главный. Так, свет қатып тұрған жоқ па? Рахмет барлықтарыңызға. Даусым анық естіліп тұр ма сізге? Қыздар, маған айтып жүрсеңіздер, даусым сіздерге анық естіліп тұр ма? Жоқ, мен гинекологпын. Давайте, қыздар, сразу келісейік. Бүгінгі эфир бізде тек сұрақ-жауап эфирі болатын, сонымен қатар жүктілік кезек негізгі сақтану жолдары. Давайте бастапқы уақытта, яғни бастапқы 30 минутта осы сұрақ-жауапқа өткізейік. Ары қарай 10 минуттың ішінде неден сақтану керек екендігін сұрай салады сіздерге, иә? Рахмет, қыздар, айтқандарыңызға. Ендеше сұрақты қалай қоямыз? Толығымен, міндетті түрде толықтай қоямыз. Мысалы, көтере алмай жүрсеңіз, или тағы да басқа сұрақ, етеккіріңіз соңғысы қашан келді, қашан не іштіңіз, неден бастадыңыз, қалай семірдіңіз, или соны тұрақты түгел қоямыз. Егер жүкті болсаңыз, қанша апта, қашаннан бастап дегендей, соны бәрін дұрыс сұрақ қоямыз. Хорошо? Так, бәріміз бастайық. Сұрақты только бір-ақ рет қоямыз, қыздар. Екінші рет қайталамаймыз. Бір-ақ рет қоямыз. Себебі мен төменге қарай түсем дегенше, пока сіздердің сұрақтарыңызға жетем дегенше, сол уақыт өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан барлықтарыңыз бір-ақ рет сұрақ қойыңыздар, бір-біріміздің уақытымызды алмау үшін, иә? Ендеше кеттік, бастадық. Так, бисмилла, ең бірінші сұрақтан жоғарыдан бастайын. Так, бірінші мен кірдім дейді. Қуаныштымын, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Енді Алла қаласа, иә, хиджабта жүрем. Бұл менің шешімім. Бұны біз негізінен бұрын мен оқырмандарым көбісі біледі, особенно офлайнға келіп жүрген, кім менде телеграмда бар, барлығы біледі. Мен бұл хиджаб киюді вообще, Алла разылығы үшін, не только хиджаб кию, вообще жабық киім киіп жүруді давно я хотела. Бір жарым жылдай мен онымен күрестім, былай айтқанда. Иманым жетпеді деуге болады. Солай бір күн уақыт келді, и сол күні шештім. Сондықтан Алла разылығы үшін болып жатқан дүние, не үшін кидіңіз, бұрынғыңыз әдемі, или тағысын тағы деген лично жеке менің өзіме қатысты сұрақтарыңыз, ондай нәрселеріңізді маған жазбауларыңызды сұраймын. Себебі бұл менің өмірім. Хиджабты кием ба, шешіп тастаймын ба, или Алла тағала бағынам ба, оның бәрі менікі, иә, менің өмірім. На самом деле келетін болсақ, Алла разылығы үшін барлығымыз жабық киімде жабынып жүруіміз керек. Дұрыс, иә, бірақ әркім әртүрлі түсінеді. Біреу ерте түсінеді, біреу кеш түсінеді. Әйтеуір бір түсінесіздер оны. Иншалла соны түсінесіздерге бұйырсын. Сондықтан сіздерден өтініш. Мен сол баяғы доктор Сейтжап барына сол күйінде қаламын. Ештеңем өзгеріп жатқан жоқ. Сол күйінде, сол баяғы күйінде қалады. Тек менің киімім, менің жүріс-тұрысым өзгерді болды сіздер үшін, да. Басқа еш нәрсе өзгерген жоқ. Сондықтан сіздердің осы уақытқа алған ақпараттарыңыз, осы уақыттан кейін де берілетін ақпараттар сол күйінде қалады. Кім байқаған болса, Инстаграмда бұрынғы менің фотоларым, видеолар бәрі өшірілген. Сондықтан бұрынғы ескі марафонда қалып кеткен фото-видеолар болатын болса, сіздерден өтініш, оны таратпасаңыздар, сіздерге аманат ретінде берілгеннен кейін, оны тек әйел адамдар көретін болғаннан кейін да мүмкіндігінше өшіріп тастауға тырыссаңыздар. Ал қазіргі қатысып отқан қыздарға тоже айтатыным сол, себебі мен марафонды бір күнде өзгертіп жүре алмаймын. Мен бұл шешімді бір күнде қабылдадым, бірақ бір күнде мен марафонды өзгерту үшін маған уақыт аз. Сол себептен алдағы уақытта өзгереді деген үміттемін. Дегенмен дәл қазір өзгермеген күйде қалғандар өтініш сіздерден тоже сіздерге аманат, ер азаматтар көрмесе екен деп тілеймін. Ары қарай мен уже дуа жасаймын, да, чтобы Алла тағала маған көмектесіп осы видеолар, бұрынғы до этого болған видео суреттерімді өшіру үшін. Міне сол себептен менің алғашқы и соңғы айтуым. Бұдан кейін маған хиджаб, менің орамалым туралы айтпайсыздар деген үміттемін. Мейлі маған жарасын, мейлі жараспасын. Жалпы бұны мен Алла разылығы үшін істеп отырмын, иә. Сол себептен онымен жарасу міндетті емес. Так, ендеше кеттік сұрақ-жауапқа. Мен уролог емеспін, мен гинеколог, эндокринолог, нутрициологпын. Өмір шөбін заказ берейін деп едім. Қайда, қалай беремін? Менің көмекшім Алтынай.
Алтынайдың номері бізде қазір ауысқан. Бұрын 3584 деген номерде жүретін, қазір ол кісі номерін ауыстырды. Жақын арада ол номерді қосуы мүмкін, себебі дәл қазіргі таңда оныкі өшіп тұр. Номерін қазір жазып қоямын. Кімде-кім сол номерге жазып жүрген болатын болса, яғни Алтынайға, олар номерді ауыстырып сол қызға жаза алады, яғни Алтынайға жаза алады, менің көмекшіме. Міне шөпке дәрі бергіңіз келе ма, онлайн консультацияға жазылғыңыз келе ма, или марафондар туралы сұрағыңыз келе ма, дәл осының барлық сұрақтарыңызға осы көмекшіме жазып біле аласыздар. Так. Қыздар, сұрақты бір ақ қоямыз. Уже сұрақты жаудырып тастаңыздар, мен жете алмай қалуым мүмкін сіздерге. Так, кеттік ендеше. Кеше таңертең страницаға қарап түсінбей қалдым ғой, кейін түсіндім, әдемісіз, рахмет. Өмір шөбі жайлы айтыңызшы дейді. Өмір шөбі бізде қолдан жасалынатын шөп. Ешқандай оның ішінде химикат болмайды. Кәдімгі тамақта ашыса да оның эффектісі бұзылмайды. Мысалы, қымыз тұра бер не істейді, наоборот, бізге ол күштірек көмектеседі. То же самое, бұл шөп те тура солай. Яғни ол тұрған сайын, ашыған сайын, наоборот, эффект күштірек болады. Дәл сондай случаймен шыққандар да болды маған да, бірден 13%, 18%, 9%-ге дейін көтерген қыздар болды. Поэтому ол сізге ашып кетсе, оны төгіп тастау деген сөз емес. Так, суббота жұмыс істейсіз бе? Суббота күні тек қана бізде плазма лифтинг күні. Біздің графигімізді қыздар міндетті түрде біздің ресепшн қыздарына жазыңыз. Себебі сіз просто келіп, біз сізді қабылдай алмаймыз өкінішке орай. Бір күннің өзінде бізде қазір 35-40 адам. Оның өзін көріп бітем дегенше шыны керек біздің энергиямыз да бітеді, өте қатты шаршаймыз да. Сол себептен сырттан келе саған қабылдай салыңыз, алыстан келіп деген нәрсе біз үшін жүрмейді. Сол себептен міндетті түрде жазылып келуіңіз керек. Егер экстренный случай болатын болса, прям қан кетіп, ауырып, тағысын тағы дегендей, вот сондай случайда ғана қабылдай аламыз. Қалған случайлар ренжімеңіздер, біздің шамамыз жетпейді. Спайка жайлы айтыңызшы. Спаечный процесс в основном бізде кімде операция болды, солардың бәрінде, почти барлығында бар деп айтуға болады. Бұл не? Мынау сіздің неңіз болса, например, трубаңыз болса, естіп тұрған, соң арасынан бүйтіп жіптер өзі тұрып қалады. Жіп кәдімгі тіпті былайша орап тастайсыз ғой жіпті, тура сияқты оратылып тұрған нәрсе, яғни ішінде өрмекшінің үй сияқты үй сақ қояды сізге. Болды. И одан сізде постоянно ауырсыну болуы мүмкін, жыныс қатынас кезінде, детекторыңыз келген кезінде де ауырсыну, одан жүктілік болмауы да мүмкін, егер спайка қатты түрде болатын болса. Бірақ спайка сізде кетпейтін дүние емес, оның разницасына байланысты. Егер спаечный процесс өте қатты болатын болса, значит, ол кезде сізге тек қана операция көмектеседі. Ал егер қатты болмаса, онда қолмен біз жасайтын лен алсаңыз болады, немесе массаж алуыңызға болады да. Так, поликистозың яичный қалай емдейді? Поликистоз не себептен болатын білесіз бе? Поликистоз ең бірінші орында сіздің мамаңыздың ішіне жатасыз ғой, сол кезде сізге витамин жетіспегеннен болады. Сол кезде сіздің мамаңыз дұрыс тамақтанбаса, дұрыс стресс болатын болса, содан сіздің развитияңыз ұрып кетеді. Міне сол жерден басталады. Ары қарай сіз өсе келе не істейсіз? Біз өсе келе никогда бала-шағаға витамин беруді бұрынғы уақытта, тем более болмағанда, вот особенно бірінші орында D3 витамин жетіспеушілік. D3 жетіспегеннен болады. Екінші орында бұл сізде комплексный витамин Е жетіспегеннен болады. Сондықтан сіз ең бірінші сол екеуін реттеуіңіз керек. Ары қарай уже сізбен жеке жұмыс жасалады. Ол не? Ол гормоныңызға байланысты. Может, сізде ФСГ гормоны көп, может быть, пролактин гормоны көп болуы мүмкін да. Яғни сіз тұрмысқа шықпасаңыз да емізулі ана сияқты көрінуіңіз мүмкін. Яғни гормондардың көбеюіне байланысты. И мына ең біріншіне басымыздағы гипофиз, гипоталамус бізде дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін. Міне сол себептен сіз ары қарай гормондарды тексеріп нақты себебін анықтауыңыз керек. Жүкті кезде тұмау тисе не болады дейді. Жүкті кезде тұмау тисе емделмесеңіз балаңызға әсер етеді, даже замерші болуы мүмкін. Яғни барға дейін орын жоқ екен, барайын деген едім. Әрине түсінем, келинка комосик, ала қаласа, конечно, ендігі жылы сізбен кездесеміз деген ойдамын. Действительно, бұл жылы вообще бізде орын жоқ. Даже бір күнде біз негізінде 20-25 адам қабылдайтынбыз. Көп сұраныс болғанына байланысты 35 адамға дейін деп жатырмыз. Но все равно 30 адамның уже бәрі толып тұр бізде. Неге хиджаб киіп алдыңыз дейді, Аллахтан қорықтым. Босанған соң қанша уақытта менструация келу керек дейді. Босанғаннан кейін, егер сіз 3 жасқа дейін емізетін болсаңыз, 3 жасқа дейін етеккір сізде келмеуі мүмкін. Бұл қалыпты. Кейін 3 жастан кейін ғана келуі мүмкін. Ал әркімде әртүрлі. Егер сізде пролактин гормоны, емізулі әйелде көп болады бізде пролактин. Сол жайлап төмен түскен сайын сізде аналық безі оянып, сосын жаңағыдай етеккір келе беруі мүмкін. Біреулерде 40 күннен келіп қоюы мүмкін, біреулерде 3 айда келуі мүмкін, біреулер емізгеннен кейін қашан емшектен шығарады, сол кезде, яғни 3 жастан кейін бірақ келуі мүмкін. Жүктімі 15 апта эрозия деп жатыр дейді. Жүктілік кезде эрозия емдей алмайсыз өкінішке орай. Сіз қай қаладан барып қаралған? Мен Шымкент қаласынанмын. Сәлемас. 2 труба непроходимость болса не істеу керек дейді.
ең бірінші орында спермограмма тапсырады күйеуіңіз. Действительно трубаңыз сіздің проходимостьна, значит күйеуіңізде что-то не так болуы мүмкін. Себебі не? Трубка бізде бекерден бекер бітеліп қалмайды. Бізде труба бітеледі, когда сіздің трубаңызда қандай бір инфекция болатын болса, ол жерге ұялап тастайды, иә, ірің толып қалады былай айтқанда. Либо екі воспаление ұзақ уақыт емдеместе бір-біріне жабысып қалады, яғни ісініп бір-біріне жабысып қалады. Екі трубаның екі шеті, астыңғы қабаты мен жоғары қабаты былай айтқанда ісініп жабысып қалады. Міне сондықтан бұл оңай нәрсе, спокойно бірден болмайған нәрседен бола салатын дүние емес. Мысалы әшейін бір воспаление, эндометриттен немесе афариттен деген сияқты нәрсе емес. Бұл сальпингиттен болатын да, бұл конкретно бір несі бар, себебі бар. Қандай да бір инфекцияның әсерінен болды деген да. Сол себептен сіз бұндай жағдайда бірінші орында инфекция тапсыру керексіз. Сосын күйеуіңіздің спермограммасын көресіз. Егер ол екеуі де сізде таза, жақсы шығатын болса, действительно трубаңыз непроходимо болатын болса, онда только лапароскопия, только операция. Одан басқа сүлік, плазма лифтинг, плазма гель, хиджама, олардың бәрі көмектеспейді. Полипті операциясыз емделуге бола ма? Сол себепті көтере алмаймын ба? Әрине, ол полип болса сіз көтере алмауыңыз әбден мүмкін. Полип не ол? Тамыры бар етті өсінді. Сондықтан оны алдырсаңыз ғана көтере аласыз. Микоплазма, уреплазма емі ол қалай дейді пайда болады, не істеу керек дейді. Микоплазма, уреплазма сізде половым путем жұғады, яғни жыныстық қатынас арқылы сізге жұғады. Ем менде эфир арқылы берілмейді, қыздар. Ем менде конкретно консультация кезінде. Себебі мен сізде микоплазма бар екен, маған іше сал деп айтпаймын ғой. Маған конкретно сізден анамнез керек. Мен сізді полный тексеріп көргім керек. Так, менде эндометриозная киста көтере аламын ба? Операция 2 ай бұрын жасаттым. Былай да, эндометриозная кистамен давление екеуі бір деп айтуға болады. Мысалы, давлениеңіз сіздікі бір рет көтерілді, иә? Үлкен кісілер қараңыз. Сөйтеді, олар не істейді? Үлкен көтеріледі, көтерілген олар дәрі ішеді. Егер де постоянно энап, каптоприлерін, уақытылы дәрілерін қабылдап жүрсе, давление спокойно сол бойында жүреді. Ал егер уақытында дәрілерін қабылдамаса, немесе қандай бір қатты стресс болатын болса, давление қайтадан көтеріліп кетеді. Тура солай. Эндометриозная киста сізде, сіз оны алдырғанмен ол түбегейлі жоқ болып кетпейді. Ол қандай да бір күні қайтадан шығуы мүмкін. Любой жерде. Ол не обязательно тек қана ол аналық безде, немесе маткаде болуда, ол сіздің ішектеріңізде, ол сіздің бауырларыңызда, ол асқазанға даже көзге дейін шығып кетуі мүмкін, даже асқынатындай жағдай болса. Сол себептен сіз кистаңыз болса, әрине алғаннан кейін көтеріп кете аласыз. Даже көтеріп кетсеңіз, все равно сіз есіңізде болу керек, то, что сізде эндометриозная киста болғаны. И кейінгі алдағы уақытта мен осыны тексеріп отыру керекпін, мен осыны емдеу керекпін деп 3 ай сайын тексеріп УЗИға түсіп отыруыңыз керек. Сәлеметсіз бе? 3-ші УЗИге түстім дейді. Баланың кіндігі бір рет оратылған дейді. Қалыпты ма айтып жіберсеңіз, келесі ай күнім. Қорқып жүрмін. Баланың кіндігі бізде не үшін оралады? Баланың кіндігі бірінші орында, когда сізде анемия. Яғни балаға ауа жетпейді. Ауа жетпейден тыпыршылайды, көп қимылдайды. Қимылдағаннан кейін өзінің кіндігіне өзі оратылып қалады. Міне. Сол себептен. Бірақ бір рет оратылған қорқынышты емес негізінде, но все равно сіз не істейсіз? Доплер істейсіз. Баланың ары қарай жүрек соғысы қалай, қан айналымы қалай болып тұр, ол жерге оттегі қалыпты жетіп жатыр ма, ары қарай көмірқышқыл газ дұрыс шығып жатыр ма, соны білу үшін сіз доплерге түсесіз. Сәлеметсіз бе? 3-ші УЗИге түстім. Так, ол кетті. Жүктілік 20 апта, қызымды көтергенде соңғы айда анемия болған и ісініп кеткен дейді. Анемия дәрілерін дәл шашыңыз. Сапифер, дурлес болсын, ферниксил, ферсинол, ферритин өте түрі көп. Күшті әжесін болып тұрсыз кежаппен дейді. Рахмет. Оразада аяқты қалай көтеріп жатады? Оразада аяқты көтермейсіз. Оразада беліңізді көтеріп жатасыз. Себебі сіздің жатырыңыз сіздің саныңызда орналасқан жоқ қой, аяқты көтеретін дейдірсіз ба? Сіздің беліңіз, жатырыңыз не? Мынау жамбасыңыздың астында, иә, үстінде тұр. Сондықтан сіз жамбасыңызды көтересіз. Чтобы матка жоғары қарай көтеріліп, бала өзінің орнын табу үшін, аяқты емес. Квинофолик ішіп жатырмын, профилактика доминантный фолликула бар екен дейді. Квинофолигіңізді іше беріңіз, доминантный фолликула болса тіпті жақсы. Бірақ ол енді ары қарай жарыла ма, жарылмай ма, соны білу керек. Себебі не? Доминантный фолликула бізде өседі, ол жарылуы да мүмкін, жарылса бізде желтая тела болады. Егер ол жарылмай қалып кететіндей болатын болса, ол не болады? Кистаға айналады. Сәлеметсіз, разрядсыз босанғым келеді. Бізде арнайы курс бар, жүктілік марафон, соған қатыссаңыз болады. Жүктілік 22 апта, выделение сары су сияқты келеді. Бұл норма ма? Жалпы бізде выделение қалыпты да. Кішкене ақшыл түсті болуы мүмкін, либо жұмыртқаның ағы сияқты созылып келуі мүмкін, бірақ тым көп мөлшерде емес и иіссіз болу керек.
міне сонда бұл бізде қалыпты. Ал егер сары су сияқты постоянно келетін болса, бұл сізде қалыпсыз. Значит, не істейсіз? Мазок тапсырасыз. Инфекцияға қарсы нистатин таблеткасын ішсе бола ма? Қалай ойлайсыз? Нистатин сонда сіздің бүкіл микоплазма, бүкіл хламидия, бүкіл герпес бәріне көмектеседі деп ойлайсыз ба? Жоқ, әрине. Әр инфекцияның өзінің дәрісі болады. Мысалы, цитомегаlovирусқа противовирусный керек болады. Анаған жаңағы тетрациклиновый ряд керек болады. Екінші түріне жаңадан не, может быть, элементарный флемаксин солютап көмектесуі мүмкін, да. Біреуіне азитромициндер көмектесу. Әр неге инфекцияға әр түрлі дәрі әсер етеді. Бәріне бірдей емес. Антенатальная гибель плода не себепті болады? Антенатальная гибель плода бірінші орында, в основном сіздің стрессіңіз. Бірінші орында. Екіншіден травмалар, сырттан келген, может, ұру, соғу, аварияға түсу деген сияқты, құлау да. Үшіншіден давление бірден көтеріліп кететіндей болатын болса, қан кеткеннен пайда болуы мүмкін. Элементарный анемияңыздың әсерінен, егер сізде жестко анемия болса, мысалы 70-пен жүретін, 80-мен жүретіндей болмаса, сіздің гемоглобиніңіз прям 100, ал на самом деле сіздің ферритіңіз почти 0. Соның әсерінен де болады. Одан бөлек вирустар. Жиі біз әсер ететін бұл вирус. Цитомегаловирус, Эпштейна, герпес вирустары. Көтере алмай жүрмін, 1 жыл болды. Спайка бар деді, соның әсерінен бе овуляция жүрмей жатыр дейді. Скорее всего, сізде инфекция. Инфекцияға тапсырып көріңіз шырайка. Босанғаныма 10 күн болды, астынан жағымсыз иіс шығып жатыр. Бұл қалыпты ма? Жағымсыз иіс явно 99,9% бұл инфекция. Значит, инфекцияға тапсырасыз. Сәлем, Қырғызстаннан. Сәлем. Жүктіліктер қатты ісінемін 22 аптадан бастап, неге олай дейді. Потому что сіз дұрыс тамақтанбайсыз. Міне, жүктілікке жаңа айтамыз, сіздерге айтамыз деп, иә, 3 ең опасный нәрсе жүктілікке сіздер сақтану керек. Бұл бірінші орында ісіну, екінші орында давление, үшінші орында бұл сіздің белогыңыз. Міне, осы үшеуін ең бірінші орында сақтау керексіз. Осы үшеуі сізде қалыпты болса, сіздің жүктілігіңіз Аллаға аман есен өтеді. Осы үшеуін сіз қалыпты ұстай алмасаңыз, бірінен кейін бір кетеді. Міне, сізде, значит, уже белок шығып тұр. Белок жоғары болу и ісіну, бұл уже бізде баланда жеті туып қойыңыз, ертең шетінеп кетуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан сіз дәл қазір барасыз да, УЗИ-ға түсіресіз, бүйрегіңіз УЗИ-ға түсіресіз, жалпы зәр анализін, бакпасек мачи тапсырасыз, сөйтіп тексеріп бастайсыз. Диета, дұрыс тамақтанып жүріңіз. Никогда газированный сусындар, ащы сусындар, ащы тағамдар вообще жеуге болмайды сізге. Так. Көтере алмайды, 1 жыл так оған айттық, да? Мен 22 аптадамын, астында бірдеңе шығып тұрады, домалақ боп угрозамын дейді. Домалақ боп шығып тұрған нәрсе сізде опушение. Яғни шейкаңыз төмен түсіп кеткен. Когда сіздің шейкаңыз түсіп кетеді, қолыңызға дөңгелек бір нәрсе тіреледі сөйтіп. Ол бізде шейка, өкінішке қарай. Егер дәл осылай дальше жүре беретін болсаңыз, ары қарай маткаңыз дальше сыртқа шығып кетуі мүмкін туғаннан кейін. Поэтому қазірден бастап бірінші орында бандаж киіңіз, бандаж. И Д3 витаминді ішіңіз. Қазірден бастап ішуіңізге болады. Кез келген Д3, Д3 никомет, ультра Д3 болсын жүктілікке ішуге болады. Сәлематсыз ба, тұрмысқа шыққаныма 1 жарым болды. Көтере алмай жүрмін, лечение алды, бұйырмай жатыр дейді. Себебін анықтау керек қой сізге. Может, сізде этика нарушение, может, сізде овуляция жоқ, может быть, сізде инфекциядан кейін какой-то процесс асқынып кетті, может быть, сіздің күйіңізде вообще проблема, может, ода спермограммасы не то. Жүктімін 4 ай, ісініп кетпеу үшін, артық салмақ қоспау үшін не істеу қажет дейді. Бұл ісініп кетпеу, артық салмақ, бұл үшін диета бар, арнайы диета ұстасаңыздар болады. Хиджабпен әдемісіз, рахмет, машалла. Кандилома лазермен күйдіргеннен кейін енді қайта шықпай ма? Шығуы мүмкін. Егер сіз кандилома бұл противовирусный ем алу керексіз, тоже күйеуіңізбен бірге. Егер де оны сіз емдемесеңіз, қайтадан шығуы мүмкін. Рахмет, әсел сатан. Так. Мына жағын бәрін жауап беріп қойдым. Қайтадан қайталап қойып жатсыздар маған сұрақтарыңызды. Бір сұрақ тегенше қайталамасаңыздаршы. А то мен жауап берген сұрақтар уже қайтадан қайталанып келіп жатыр. Так.
8 апта жүктілік көтергелі белімнің сол жағы ауырады, не себеп? Потому что сіз емделмей көтердіңіз, Тұралбек. Потому что сізде эндометрит бар, скорее всего, яғни воспаление матки бар. Содан болады, біріншіден. Екінші орында может быть сваечный процесс, может быть. Так, менструация келер алдында большая половая губа қышиды, неге? Тәттін жақсы көресіз бе, Әлия? Тәттін жақсы көрсеңіз, газированный сусын жақсы көрсеңіз, солай болады, біріншіден. Екіншіден, тезірек барып ем алыңыз. Скорее всего, сізде может быть молочница. Тек егер ете кір кезінде ғана солай болатын болса. Ал егер басқа уақытта да болатын болса, бұл уже инфекция белгісі. Қатты ісемін, қалай басуға болады, 33 аптамын дейді. Упражнение. Ең бірінші орында сіздерге упражнение. Колено-локтевое положение деген болады. Яғни қолыңызды былай тізеңізді бөгет басына тоңқайып жатасыз да, арқа жағыңыз төмен қарай түсіресіз. Солайынан бір күнде 50, 60, 100 рет келін істейсіз. Әр жатқанда 15 минут. Мысалы, қолыңыз босанма тұра жатасыз, все, солайынан жатасыз. Қолыңыз босанма қайтадан келіп солайынан жатасыз. Сол ең бірінші көмектесетін нәрсе сізге. Екіншіден, газированный сусын тоқтатыңыз. Қазірден бастап. Ащы тағамдардың бәрін, тұзды тағамдар, бірінші сорттағы ұндалған тағамдардың бәрін тоқтатыңыз. Сізге айтуы мүмкін, ой, почечный шай ішімі, осыға күшті болады. Какой там почечный шай вообще болмайды сізге. Поэтому оны ішпейсіз, тоқтатасыз. Сәлематсыз ба? Менде жүктілік 4-5 апта дейді. Машалла. Қатты қуанттырым хиджаб кигеніңізге рахмет, шторы уму. По-моему, шторы уму сіз маған келгенсіз, иә? Машалла. Менде бала туылғанда шетінеп кетті. Неліктен КТГ-ға жүрек соғысы болды. Потом күшенгенде зеленый воды болды. Скрытие асфиксия деген 9 рет басты. Содан шығып қалмады ма? Жоқ. Сейдазимова бізде былай. Біз не үшін айтамыз, тыныс алу техникасын дұрыс сақтаңыздар деп. Себебі бізде, когда әйел дұрыс күшенбесе, мысалы, өтір күшене беретін жағдай бар ғой, бізде күшеніп жатырмын дейді, жаңа бетімен күшенеді, екі иығымен, тісімен күшене береді, и дұрыс күшенбей, ақырында әлсіреп қалады. Әлсіреген кейін уже күшенші, как раз бала шығатын кезде күшен дейді, уже күшенейін десе күші жоқ, әлсіреген бала шығамайды уже, и оның тем более асты тар, ал бала крупный болуы мүмкін. И сосын дәрігерлер көмектесу үшін, баланы шығару үшін, енді матка өзі итере алмай жатыр ғой, маткасы не бар, диафрагма бұлшық бар, ол да бізге итеруге көмектеседі. Ол да итере алмай жатқаннан кейін ары қарай не болады, сізде уже матка ары қарай шыға алмай жатқаннан кейін көмектеседі бізге врачтар да. И ол көмектесіп жатқан кезінде сізде ол балаға зақым келеді деп айта алмаймын. Может быть, но вряд ли. Но в основном бұл жерде не болып тұр? Бұл жерде уже бала да шаршап тұр. Себебі не? Біздің жатырмен баланың жолдасы бар ғой, плацента бір-біріне жабысып тұр. Когда мынау матка әлсірейді, мынау да әлсірейді. Мынаға маткаға дұрыс қан айналым бармайды, плацентаға дұрыс қан айналым бармайды. Яғни сіз дұрыс демала алмайсыз, ауа сіздің өзіңізге жетпей жатыр. Естественно, ол сіздің балаңызға да ауа жетпейді. Балаңызда бір күн тұншығады, міне. Сол себептен болады. Уже тұншыға ауа жетпей болса, қинала бастайды. Ақырында шетінеп кетеді. Осы ең қатты қорқыныш осы. Сол үшін айтамыз. Бұл бірінші себептердің бірі, яғни мен дұрыс түсінбедім ба, Гүлмере? Ішіп кеттіңіз ба, или ісініп кеттіңіз ба? Ішіп кетсеңіз, не ішіп кеттіңіз? Адамға бірінші жаман ой келеді ғой, все-таки. Бірінші баламда операция болды, екіншісін өзім босанам ба? Екінші балам 9 айлық дейді, бел ауырып жүр, қалыпты ма, врач болады дейді. Қараңыз, жалпы бірінші балаңыздан кейін сізде арада көтеруіңіздің өзін қосқанда 9 ай уақыт өтеді. И сол аралықта сіздің денсаулығыңызға да, балаңыздың денсаулығыңызға да зиян келетіндей ештеңе болмаса, яғни екеуіңіздің денсаулықтарыңыз жақсы болатын болса, қауіпті ештеңе болмаса, тем более разрывтың орны бізде не только сырты, оның ішкі қабаты да жақсы біткен болатын болса, плацента осы тігізге жақын орналаспаған болатын болса, әрине өзіңіз босануыңызға болады. Сәлематсыз ба? 32 апта, қаным 94, биолог бар, толғақ сияқты белім ауырады, неге екен дейді. Енді мен сіздің дәл қазір нақты көре алмай, неге екенін айта алмаймын. Дегенмен сіздің қаныңыздың аздығы 94 өте аз, значит сіз эритроциттеріңіз вообще 3, наверное, 3-ге де жетпеуі мүмкін да. Поэтому етірақ татема ішіп бастаңыз. Татеманың бір ампуласын күніне бір рет 20 күн ішесіз. И қайтадан 20 күн демесе, тағы да 20 күн ішуіңізге болады. 4-18 етеккірім келді, овуляция күні жыныс қатынас болды, бірақ бүгін етеккір келді, неге жүктілік болмады деп ойлап қалдым, менде бәрі дұрыс дейді. Айжанка, былай ғой, мысалы 12 ай бойы, 12 ай бойы бізде овуляция болады деген сөз емес та, иногда болады, 12 айдың 3 айында овуляция сізде болмауы мүмкін. Мысалы 12 айдың, наоборот, 3 айында болып, қалған 9 айында сізде овуляция болмауы мүмкін. Бұл да бізде қалыпты да. И даже 12 айдың бәрінде де овуляция болған жағдайдың өзінде сізге жоғарыда Алла тағала нәсіп етпесе сол баланы, значит сізде ол бала болмайды. Сондықтан ол сізге біріншіден дұға да жасаған дұрысырақ сияқты. Так.
босанған соң так 2-3 күн қыздар сіздер не істемесеңіз маған бұрылып кетіп жатыр, шығып көрінбей қалып жатыр. Менің балама аяғым ауыр сияқты уже мен оқып үлгермей жатырмын. Мен комментарияларым тоже дұрыс шықпай қалып жатыр. Машалла, әдемісіз, осылай жарасады, қабыл болсын, намазыңыз иншалла қабыл болсын. Көтергеніме 1 айдан асты, выделение иш шыға басады. Гинекологқа барып ем алсам бола ма? Әрине дидар болады, барып ем алыңыз. Сәлеметсіз, менде жаматат кіндігімнің оң жағы ауырады, ішімді баса, ол неден? Қалай ойлайсыз? Жалпы жүктілік кезде бізде вообще бәрі идеально өтеді деп ойлайсыздар ма? Жалпы жүктілік кезде, на самом деле жүктілік ауру емес дейді ғой, негізінде солай айтылады, иә. Так, шындап келетін болсақ, жүктілік бұл бізде целая болезнь, кәдімгі не супермаркеттің ішіне кірсең бүкіл нәрсе болады ғой. Тура сол сияқты сіздің жүктілік кезіңізде сізде бүкіл нәрсе болуы мүмкін. Сіз бұрын соңды сіздің еш жеріңізді мазаламаса, осы жүктілік кезде қай жеріңіз слабый, сол жеріңіз сізді мазалауы мүмкін. Может быть, почкаңыз, может быть, сіздің өтіңіз, может быть, сіздің панкреатитіңіз, может быть, сіздің асқазаныңыз, может быть, тағы басқа. Обязательно любой бір жерде болуы мүмкін, да? Если жүктілік кезде, естественно, сізде кішігірім ауырсынулар болады. Бала қимылдаса, потом оқыс қимылдайтын болатыныңызда, ішіңізді тебетіңізді, кішкене нервқа тиетіңізді, оның бәрі сізге ауырсыну беруі мүмкін. Бірақ енді тоқтаусыз ауырсыну болып тұрса, азында ұйқыңда тұрасыз, ауырасыз, кеш обедте тағы ауырасыз, жатамын дейсіз, жатқанда да все равно ауыра береді. Осындай тоқтаусыз ауырсыну болатын болса сізде, знаешь, бұл қалыпты емес. Ол кезде уже тексерілесіз, УЗИға түсті. Ал егер анда-санда бір рет ауыратын болса, ол не үшін ауырады? Ол үшін норма, уже сондай болу керек. Сондай ауырсыну болады бізде. Көкірек без сияқты ісіні ұстағанда қатты болып тұрады. Жүктімін 21 ата. Көкірек без ісінуі қалыпты. Жүктілік кезде бұл ісініп, кәдімгідей ауырсыну беріп, даже тигізбей қол сыққызбайтындай болуы мүмкін. 3 жыл көтеріп атақ, сәлеметсіз бе? Менде жүктілік 4-5 ата. Қыздар, мен сіздердің сұрақтарыңыз менде кетіп қалып жатыр, комментарияларыңыз кішкене жай жазасыздар ма комментарийда? Сәлематсың, менің мешінен сентябрь 18-і кетті, сосын октябрь 15-і кетті, құттым, бірақ келмеді. Тест қарадым, сызық шықты да, сосын ойладым, көтерген сияқтымын деп. 28 октябрьде тест жоқ та. Себебі бұл сізде біріншіден биохимический беременность болуы мүмкін. Когда бізде биохимический беременность, тоже осындай нәрсе болады да. Екіншіден, может быть, сізде сіз байқамаған выкидыш болуы мүмкін. Выделение иіс бар, көптен келеді, сосын астым ашиды, қызарып дейді. Бұл не себептен дейді? Астыңыздың ашуы, иіспен выделение келуі, бұның бәрі айқын түрде сізде инфекция. Бірінші орында бұл сізде инфекция. Может быть хламидия, может быть микоплазма, может быть трихомониаз, может быть даже сифилис, может гонорея. Мен айта алмаймын оны сіздің жауабыңызға біле, потому что барлығының симптомдары бір-біріне ұқсайды. Мысалы, сіздің басыңыз, мен айтамын, мен басым ауырып жатыр деймін. Білмеймін, жаман қатты басым ауырып жатыр деймін. Сіз айтасыз, может быть, мен шаршаған шығарсың дейсіз. Может, стресске түскен шығарсың, жынданған шығарсың дейміз. Может, сен давлениең көтеріп тұрған шығар. Может, давлениең түсіп кеткен шығар, да? Или болса сен грипп шығарсың. Грипп болса да біздің басымыз ауырады, дұрыс па? Или болмаса мен жаңағы зобым шығар, зоб болса да біздің басымыз ауырады. Может, сізде анемия болса да басымыз ауырады, иә? Көрдіңіз ба? 7 түрлі ауру, бірақ 7-еуі де бір симптом беріп тұр, да, бас ауруы. Даже черепное давление бар, да, оның өзі бізге бас аурусын беріп тұр. Көрдіңіз ба? Қаншама диагноз бұл аталмаған қаншама диагноз. Соның бәрі бізге бас аурусын беріп тұр, да. Тура сол сияқты. Сіздің бір ғана выделениеңіз бір нәрсе мынандай екен деп айтпайды, да. Ол бір ғана выделениеде қаншама нәрсе диагноз жатқан болуы мүмкін, да, түбінде оның. Сондықтан ол выделение не үшін деп жатыр? Негізгі түбі неде? Қай себептен сізде пайда болды, сіз соны білу керексіз. Когда сіз оны білмейсіз, сіз оны анықтамайсыз, сізге өкінішке орай ешқандай ем болмайды. Көмектесе алмаймын уже менде. Себебін анықтамадық, мен де сізге мынандай нәрсе деп айтуым қиын. Маған жауап айтыңызшы, неге етеккір келуден алдын қоңыр болып, кейін қызылға айналады? Неге қоңыр болып келеді? Динара, етеккір, когда бізде келеді, бүгін мысалы етеккіріңіз келіп жатыр, мен келіп жатырмын деп фокус құйылып кетпейді ғой сізде, дұрыс па? Барлық адамда сондай. Етеккір ол құйылып кетсе, ол уже как прикол, да, уже. Мына жерде не бар? Мынау сіздің например, да, мынау сіздің жатырыңыз, иә, аналарға түскен нағой дейміз, да? Давай, лучше. Қараңыз. Мынау сіздің жатырыңыз, иә? Жатырда мына жерде не, слойлардың бәрі бізде бөлінеді. Ал ол бөлінген кезде мына шейка ашылуға да уақыт керек қой бізге. Ол бірден пақытыз ашылып кетпей, жайлап ашылады. Жайлап ашылған сайын сізде жай қара жағынды болып келуі мүмкін. Кейін нормальный етеккір келе бастайды. Бұл әр адамда әртүрлі, ол қалай бөлінеді, қалай шейка ашылады, соған да байланысты. Егер кішкене ауырсыну, кішкене запықпен, или 2-3 күннен көп прям жағылып жүретіндей болатын болса, значит, ол басқа диагноз. Ол может быть сізде аденомиоз, может быть эндометриоз, может быть киста болуы мүмкін, да?
Так, бірақ яғни асма мен ауырамын 28 аптада жүктімін. Сізде сондаймен босанғандар бар ма? Өте көп. Бірақ яғни асмамен босанғандар өте көп. Бірақ оның степеніне байланысты. Сіз қай дәрежеге жатасыз? Егер бронхиальный астма бірінші степен болса, даже өзіңіз босануыңыз мүмкін. Главное, қолыңызда сальбутамолыңыз, немесе беретуалыңыз болса болды да. Ал қалған жағдайда уже сіздің состояниеңізді пульмонологтар көреді, тексереді и соған байланысты айтады. Менде 36 аптада астыңғы жағым ауырып отырсам да тұрсам да. Бұл сізде айтылғақ, просто айтылғақ. Так, аяғым ауыр кезде эрозия бар деген, эрозия туғасын кете ме, әлі емделу керек па? Сіздің мына қолыңызды қазір кесіп алыңыз да, ана жеріңізді. Сөйтіп кесіп болғаннан кейін мына жер кішкене жара болып бастайды, сөйтіп бетін тырнаңыз. Тырнағаннан кейін мына жер жазылып кетеді, мына жараны апсасаңыз жазылмайды, ол не істейді, одан бетер үлкейеді, либо қайтадан басына қайтадан жара пайда болады, дұрыс па? Егер ол жерге қандайда бактерия либо вирус бірдеңе тиетін болса, яғни ол жерде ірің тиді, ірің сары су болады. Міне эрозия то же самое. Эрозия сіздің шейкаңызда тұрады. Сіз босанасыз, босанған кезде жаралар ашылады. Қандай да бір уақыт, бір 40 күн, былай айтқанда 2 ай уақыт өткеннен кейін мына жара қайтадан сол күйінде қалыптасуы да мүмкін, немесе одан 2 есе үлкен болып кетуі де мүмкін. Поэтому босанған кезде сіздің эрозияңыз кетпейді. Бұл біріншіден. Бірақ бізде не бар? Бізде екі түрлі эрозия бар. Біреуі жалған эрозия, біреуі шынайы эрозия деген болады. Жалған эрозия қандай да бір свечалар салсаңыз, например, да, и просто воспалениенің әсерінен эрозия болып көрініп тұратын нәрсе. И свечадан сразу кетіп қалуы мүмкін. Ал егер сізде шынайы эрозия болатын болса, ол сізде не істесеңіз де кетпейді. Хоть плазма лифтинг алыңыз, хоть оны күйдіріңіз, хоть не бір сүлік құйыңыз, все равно ол сізде кетпейді. Ондай жағдайда сіз каждый 6 ай сайын желательно кемінде жылына бір тексеріліп отырасыз. Менің ұлым бар, арасы көтере алмай жүрмін, арасы 5 жыл. Неден болуы мүмкін? Спираль вообще салмағанын білмеймін, көтере алмай қалдым, вообще қорғанбағанын, босанғаннан кейін. Балауса бірінші орында мышцы дейді, етекір циклы дұрыс емес, бірінші орында. Екіншіде, егер етекір циклыңыз регулярный болатын болса, значит, скорее всего, сізде хламидия болған. В основном бізде хламидияның әсерінен, либо трихомонияз. Үшіншіден, сіз күйеуіңіз спермограмма тапсырсын. Күйеуіңізде что-то не так. Балам бастан аз қозғалады, қалыпты ма? Сіз өзіңіз жалпы серьезныясыз ба? Күйеуіңіз или да, оған да байланысты. Төртіншіде, жүктілігімді денем қышитын неден дейді. Бізде холестаз деген диагноз бар. Может, дейді холестаз неге? Себебі біздің өтіміз шаршайды уже. Жүктіліктен де шаршайды. Сіздің дұрыс тамақтанбағаныңыздан шаршайды. Толады да осында. Элементарно бізде трубаның өзіне, мысалы, жуа берсең, күніге бірдеңе посудаға жуа берсең, қалдықтан толады ғой сол жер бір күн, То же самое біздің өтіміз де сол қалдық, артық затты жиі өтсек, сол жер толады артық затқа. И содан кейін сізге осындай симптомдар береді. Тек қана қышу, ашу, ауырсыну, тас жинау деген сияқты нәрселер береді бізге. Жүктілік кішкентай срокта қандай витамин ішуге болады? Фемибион бір ішсеңіз болады, или витаминді бірінші ішсеңіз болады, витрум пронаталь ішуіңізге болады, витажиналь ішсеңіз болады, өте түрі көп. Дуавитті ішсеңіз болады. Бірінші баламды өзім босандым, бірақ шейка ашылмай қиналдым, ал екінші баламды қорқып кестіріп жасаттым. Үшінші балама аяғыма өзім босансам бола ма? Қараңыз, желательно әрине өзіңіз босанған, толғақтың дәмін сезіп көргеніңіз дұрысырақ, ең дұрысы. Бірақ сізде қандай диагноз? Мысалы, сізде кіші жамбас тар болса, узкий таз болатын болса, бірақ сіздің балаңыз үлкен крупный плод болатын болса, лучше нежелательно. Себебі босқа қиналасыз. Малинаның жапырағынан шай босануды жеңілдете ме? Шай ішіңіз, оның зияны жоқ, бірақ смотря сіз все равно қалай күшенесіз. Разрывпен босанғаныма 5 ай деді, қайта көтеріппін, разрывым қайта жыртылмаймын. Қараңыз, қыздар, бізде разрыв вообще не үшін болады? Разрыв бізде дұрыс күшенбегеннен, жатырды дұрыс дайындамағаннан болады. Мынау жатыр бізде бұлшық ол қалай? Эластика. Былай созылады, қайтан қалпына келеді. Созылады, қайтан қалпына келеді, Енді осының жыныс қатынасы сразу солайдан қалыпқа келіп отырады. Когда сізде витамин тапшылығы, либо анемия, либо бұл жерде қан айналымы нашар, әлсіз болатын болса, бұл созылады да қалпына келмей қалуы мүмкін, немесе дұрыстан ашылмайды. А когда жүктілік кезде, уже босану кезінде, осынша уақытқа жартылайынан өзі толығымен ашылады да, нормально ашылып келеді.
и ары қарай сіз уже күшенесіз. Күшенген кезде не істейді, бала жай былайынан шығады. Міне жай шыққан сайын сіз жайлап күшенген кезіңізде мына жер жайлап ашылып ретімен келеді. Міне сөйтіп сіздер разрыв болмайды. Ал егер мына тар жерде тұрған кезде сіз бірден күшенсеңіз не істейсіз, тар жерден бірдеңені шығарыңызшы бүйтіп қатты не істейді, мына жан-жағын бәрін жыртып жарып өтеді, дұрыс па? Міне сондықтан да сол үшін сіз тыныс алу техникасын сақтайсыз. Міне осындай күшенген кезде бірден қатты күшенсеңіз, все сізде бәрі жыртылады, быт-шыт. Хоть сіз 5-ші балаңыз туып жатса да сізде разрыв болуы мүмкін. Романыңыз керемет жазды, рахмет. Маған жазылушы міне Алтынайдың номерін жазып қойдым, осы қызға жазып жазылсаңыздар болады. Немесе ресепшнның қызы бар бізде, кәмшатқа жазасыздар. 32-30 аптада қандай витамин ішу керек? Бірінші орында кальций ішуіңіз керек, и қосымша лучше витрум ішсеңіз болады. Менде майда киста бар деген көтерге бола ма? Киста сізде Гаухар қай жерде? Ол аналық безде ма, әлде шейкада ма? Цервикальды каналда да болуы мүмкін бізде кистада. Уже біз почти 40 минут сіздермен бірге отырмыз, представляете? Уақыт қалай өтеді. Қыздар, гинекологтардың не бітіреді, осы сұрақтарыңа жауап бермей дейді. Жазира, сіз дұрыс түсіндіңіз да, көп қыздар бізде гинекологқа барады, не только гинеколог, жалпы врачқа барады, бірақ ішіндегісін айта алмай кететіндер өте көп. Өте көп ондайлар. Когда біз өзіміздің пациенттер келгенде де байқаймыз, сөйлескен кезде де науқастармен уже байлаймыз. Смотря сіздің гинеколог қалай сөйлеседі, біріншіден, и сіз оған тіліңіз қалай да. Мысалы болады ғой, қанша гинеколог сізге сөйлеп тұрса да, сіз все равно тұйық адамсыз да, ішіңізден оған айтқыңыз келмейді, айтпай қалып кетесіз. Ал басқа біреу айтсаңыз, наоборот, ішіңізден бәрін шығарып айтып беруіңіз мүмкін, то же самое. И бұл жерде қыздар да тура солайынан. Олар да просто так сұрап отқан жоқ деп ойлаймын. Сәлем, қалайсыз? Қыз босандым, 10 ай алдым, сол кезде жолдасы кеш түсі, и акушер апай келесі туған балам ол болады дейді, рас па? Жоқ, Бекбол, ол өтірік. Жолдасы негізі 30 минутқа дейін түсу керек. Жалпы менде де мысалы кеш түседі. Қызымда да кеш түскен, ұлымда да кеш түскен да. Оған байланысты емес, ол же тума да, скорее всего. Ал егер 30 минуттан кеш, одан ұзағынан кеш түсетін болса, знаете, сізде не? Сізде, знаете, тромб дұрыс жұмыс жасамайды. Сіздің қаныңыздың құрамында тромбтарыңыз дұрыс жұмыс жасамайды, қанның ұю факторы дұрыс жұмыс жасамайды. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух, машалла, қандай күшті орамал жарасып тұр ғой дейді. Рахмет, ассаламу алейкум, Мадина. Инфекцияға ем алғанда қосылып қойған зиян емес пе? Айдосовна, вообще зиян емес, просто сіздің сонша алған еміңіз, который 50-60 мыңға сатып алған еміңіз, далаға ұшты да. Далаға ауаға кетті, просто ауаға кетті. Сонша алған еміңіз сізге әсер еткен жоқ. Болды. Басқа ештеңе жоқ. Витаминнің қайсысы туралы айтып берейін сіздерге? Жыныстық қатынастан кейін астым ашиды, неліктен? Егер сіздікі ғана ашитын болса, скорее всего, кальпит, либо молочный, яғни молочница. Егер күйеуіңізбен бірге ашитын болса, знаешь, какой-то бір гонореллез, либо уреоплазма. Так. Спиральдан қан келе ме? 2 ай болды салғаныма дейді. Қан келіп тоқтап қайтадан келеді, ел жаттығудан ба дейді. Балнор, жаттығудан да тоже сондай ондай болуы мүмкін. Когда спиральді сіз емдемей саласыз, одан да солай болуы мүмкін да. Сонымен қатар бізде жиі болатын неден спираль тұрады ғой бізде да. И ол денеде все равно бөгде дене. И бізде еркектер келетін кезде, ол жайлап ашылатын кезде 3-4 күн қан жағылып келіп, одан кейін кіріңіз керек, одан кейін тағы да қан жағылып 10-15 күнге дейін жоғалып кетуі мүмкін. И овуляция кезінде тағы да осындай қанды выделение сізде көрінуі мүмкін да. Если сондай нәрсе болатын болса, ол қалыпты жағдайда тоже. Бірақ организм үйрену керек. 6 айға дейін ондай болады, 6 айдан кейін уже нормальный болу керек. Максимально это 6 ай деп есептелінеді. Так. Менде фолликулаларым ашылады, қайта жабылады. Фолликула так и так сондай. Біздің фолликула кәдімгі роза гүл сияқты. Оған су құйса, ол жайлап ашылады, когда оған су құймай, сол жабылады, өспей қалады, сол күйі тұрады. Біздің фолликула сондай, өкінішке орай. Әйелдің өзі сол үшін айтады, әйелге қанша сен жаңағыдай қамқорлық етіп, оған көмектесіп, еркегі әйелін как ухаживать ететін болса, әйел гүлденіп, жайнап, жарқырай бастайды. Ал егер еркегі келіп, сен мұндайсың, ұрып, соғып, ішіп, миын жеп дегенде жүретін болса, ол кәдімгі гүл солып қалады, әйел тура солып қалады. Сол фолликулаға байланысты айтылған сөз. Бірақ
сізде фолликула өсіп ашылған кезінде ол жарыла ма, ары қарай ұрықтарын жібере ма или жібермей ма, соған да байланысты. Потому что когда ол жарылмайды, сізде все равно жүктілік болмауы мүмкін. Ол өседі, бірақ жарылмайды, ары қарай кистаға айналып кетеді яғни. 20 апта болдым, фолий ішсем бола ма? Фолийді 28 аптаға дейін ішуіңізге болады. Өтініш жауап күтем. Неге жігітінен рахат алмаймын? 15 жыл болды, алдын болған, жоғалтып алдым, орнына келе ма дейді. Так, қараңыз. Бұрын орнында болған, значит, бұрын сіз алып жүрсіз, бірақ одан кейін сіз жоғалтып алдыңыз бұл оргазмді, Не себеп? Бірінші себеп ол сіздің мына бас миыңызда. Бірінші себеп. Себебі не? Сізде күйеуіңізге деген қандай да бір реніш бар. Сол мына жерге сақтап алдыңыз, жинап алдыңыз ана жерге. Оған деген бір реніш, сол реніштің арқасында сізде жек көрініш сезімі бар. Оны көресіз, қалайсыз, қосылғыңыз келеді, бірақ бір жек көретін бірдеңе бар. Внутри себя. Сіз өзіңіздің ішіңізден өзіңізді іздеп табуыңыз керек та, былай айтқанда. Соны көріңіз, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Дәл осы сұрақты алдыңызға күйеуіңізді бүйтіп отырғызып қойыңыз да, күйеуіңізге қарап, мысалы, столыма бірдеңе қойып қойыңыз да, и күйеуіңізге сөйлеп айтыңыз. Жаным, мен бұрын сенен рахат алатынмын, неге қазір алмаймын деп, содан өзіне сұрақ қойыңыз. Сіз күйеуіңіздің орнында тұрып өзіңізге жауап қайтарыңыз. Міне, бізде обычно бізде психологтар айтады ғой, сенің психологический проблемаңның жауабы сенің өзіңде дейді. Тура сол сияқты дейді. Екінші себеп, бұл сізде қынапта проблема. Қынап әлсіреген уже. 15 жылдан бері ол может әлсіреген, может ештеңе ішкен жоқсыз, оған дұрыс күтім берген жоқсыз, оған гигиеналық күтім сақтаған жоқсыз, жаттығуларын жасаған жоқсыз да, значит, ол әлсіреген, әлсіз уже. Ол жерге уже қамқор гүл керек, былай айтқанда, оны құтқаруыңыз керек та. Сонда сізде қайтадан қалпыңызға келеді. Менің бойымда болғанда ішімден жұмыртқаға ұқсап бір нәрсе болады. Ол емнеден бойымда болғанда. Мен дұрыс түсінген жоқпын сіздің сұрағыңызға. Бойыңызда болғанда жұмыртқаға ұқсап бір нәрсе болады. Выделение, да? Выделение болады, скорее всего. Выделение жұмыртқаның ағы сияқты болып созылып келетін болса, бұл қалыпты сізде. Бұл бізде в основном неден болады? Бұл бізде овуляцияның белгісі. Наоборот, сондай кезде қуану керексіз, что менде овуляция болып жатыр деп. Разрыв болдым, жыртып алдым, ауырлық салып қынап, содан да кеңеюі мүмкін бе? Әрине мүмкін. Айттым ғой, қынап бізде эластика, ол қайтадан орнына келу керек. Если ол орнына келмейді, когда әлсіз болған кезде ғана ол орнына келмейді. Уатсапта витаминдер ішесіз, дальше емізулі кезіңізге де ішесіз. Или ведь лучше сразу қазірден бастап кормление ала берсеңіз болады. Замершіден кейін ОЗ-ға түскен бұл аденомиоз деді. Аденомиоз дегені мида фотосы мына жерде бар ма екен, сіздерге түсіндіріп беретін. Міне. Мына фотоға қараңыз. Мына бізде қалыпты қынап, например, маткада, вот мына қалыптыда мынандай болу керек бізде, ал сізде қазір мынандай болып тұр. Міне. Аденомиоз, маткаңыз ісініп тұр да, сізде дұрыс болмай тұр. Бір күні мына жерде қайтадан отслойка беріп, яғни басында несі бұлшықеттер түсу керек, ол түсуі мүмкін, либо түспей сізде қан кету болуы мүмкін. Аденомиоз бұл өте жақсы диагноз емес. Бұл в основном кімде аборт болды, кімде замерші болды, яғни гормональный дисбаланс болғанда болады. Бірақ сіз УЗИ-ға дұрыс түстіңіз ба? Себебі, когда біз УЗИ-ға дұрыс түспейміз, мысалы итекір кейінде тұрған кезде түсеміз да, вот сол кезде бізде УЗИ постоянно аденомиоз немесе эндометриоз деген сияқты жалған диагноздар қоя беруі мүмкін. Сол себептен УЗИ-ға уақытылы түсулеріңіз керек, яғни итекір кеткен күні түсу керек. Итекіріңіз бүгін кетсе, бүгін түсесіз. Яғни итекір келген күнде сынағанда 5-6, 7 күн түсесіз. Бір жасар балам ауырып жатыр, дәріге жетпей тұр, 1780 көмектесіп жүріңіз, Алла разылығы үшін дейді, қазір жіберем сізге. Так. Бір минут қозап, дәрісін абасын. Давлят па? Алла шипасын берсін, енді айтанам. Номер дұрыс жазған сияқтымын, 313 66 30-да. Так.
матка қисайған ауыр босанғаннан дейді. Матка загиб да, загиб болу қорқыныш диагноз емес. Жүктілікте 20 этапта жүргенде отырсам, тұрсам, астым ауырады, ішімнің сол жақ арасында түйіледі. Қалыпты ма? Қалыпты емес, скорее всего, сізде угроза. Жүктілікте лимфоциты 43 зияны бар ма? Әрине зияны бар. Егер 43 болатын болса, лимфа застой ғой сізде. Так, токсикоз күніне 15 рет щитовидкадан болу. Какой там щитовик, саясат, гүлім. Токсикоз күніне 15 рет, ужас. Тез арада кетоновый тело деген болады бізде, кетонды дене. Соған барып зәріңіздің анализін тапсырыңыз. Тез арада. Не үшін? Бұл кәдімгі газ бар ғой, газды я. Тура сол сіздің қаныңыздың айналымында жүгіріп жүр сізде. Сіз қазір хотя бы отырсыз эфирде, сізден құлап қалуыңыз мүмкін. Сіздегі не только сіз құлап қалуыңыз, вообще сіз бұл өмірден кетіп қалуыңыз мүмкін. Сіз қалай 15 реттен ұқсаса спокойно отырасыз. Немедленно скорый шақырасыз ба, или гинекологыңызға хабарласасыз ба, тез арада жүгіруіңіз керек. Жидкость в малом тазу болса не жасау керек? Жидкость қай уақытта болады? Арайға қараңыз. Егер сізде овуляция кезінде түскен болсаңыз, УЗИ-ға сол кезде жидкость бар деп айтқан болатын болса, бұл қалыпты, бұл овуляцияның жидкості, өзі уайымдаудың керек жоқ. Ал егер де басқа уақытта түскен кезде сізде жидкость бар дейді, сонымен қоса плюс ауырсыну болатын, значит какой-то бір воспалительный процесс бар. Так, қыздар, жауап бермеген сұрақтарға біраз жауап берейік, потому что мен уже сіздермен 50 минут сөйлесіп отыр екенмін да, ата менде қазір болады. Интимный гименопластика жасайсыз ба дейді ма? Мен гименопластика жасамаймын, қыздар. Вообще жасамаймын. Не үшін? Білесіздер ме ананы? Бізде ең мықты ұялатын сахаб кім болған? Сахаба. Осман деген сахаба болған, до того ұялады екен. Ең ұялшақ сахаба. Ол кімнен ұялған? Қалай білесіздер? До того Осман сахаба, Мұхаммед пайғамбардың сахаба дегеніміз, сахаб дегендеріміз кім өзі? Сахаба дегеніміз, яғни пайғамбарлардың жүзін көрген адамдарды сахаба дейміз. Бұл Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның түрін көрген сахаба. Вот сол Осман сахаба ішке кіріп келген кезде Мұхаммед пайғамбар бірден орнынан тұрады екен. Орнынан тұрып, кәдімгі шалбарларын бәрін беттеп, түсулеп, сөйтіп тұрады екен. Ал басқа сахабалар келген кезде үй тұрмайды екен. Бір жағынан Осман сахабаның күйеу баласы да болған, бірақ не үшін тұрған? Күйеу баласы болған үшін емес қой. Не үшін? Себебі ол Осман сахаб бізде неден до того ұялатыны, ол Аллахтан ұялады екен. Бірдеңе істейін деп тұрса, ол Аллахтан ұялады екен. Адамнан ұялмайды, тек Алла тағаладан ұялады екен. Көрдіңіз бе? Сол ұялғаннан сол нәрсе істейді екен. И содан ештеңе жасай алмайды екен да. И соны до того ұялған процесін көрген кезде Мұхаммед алейхиссалам оның ұялғаннан өзі ұялады екен да. Сол кімнің до того қадірлейтіні, соның сондай бір таза жаңағыдай ұяты бар адам болғандығынан, одан ұялғаннан жаңағыдай орнын тұрады екен Мұхаммед пайғамбар. Сол сыйлағаннан, ұятын сыйлағаннан. Міне сол кезде айтып кеткен да, осы бір Алла тағаладан ұялғаны үшін ешқандай сұраусыз Алла қаласа осы райға барады деп айтқан да сол сахабта. Міне енді қараңыз, сіз гименопластиканы сұрап тұрсыз да қазір. Бұл біріншіден осынша халықтың көзінше сіздің ұялмай сұрағандығыңыз. Екіншіден гименопластиканы жарайды, сіз қазір алдап бардыңыз. Сіз қараңызшы, бірінші күніңізден сіз біреудің үйіне бара жатсыз, и то соны сіз өтіріктен бастап бара жатсыз да. Уже өтірікпен сіз қадам басып жатсыз ше, ақ босағаңыз өтірікпен бастап жатсыз да. Қалай ойлайсыз, өтірікпен бастаған ақ босағаңыз ары қарай сізде керемет бақытты ғұмыр болып кетуі мүмкін ба? Жоқ та, сізге бір күні бір топ ететін бір сынақ береді сізге. Себебі бізде айтылғанда, сіз қазір не істедіңіз, сіздің алдыңызға келмейсіз, ар жаққа бармайсыз да. Сондықтан сізге ең дұрыс, тем более ақ босақ аттайын деп тұрсыз ба, жақсы көремін сізді қадірлеймін, лучше айтыңыз. Менде болған, алдансаңыз алданып қалдым, жақсы көрсең жақсы көрдім, сезімге берсең беріліп қалдым. Айтыңыз шындығыңызды, бір жеріңізді кесіп алмайды ғой сіздің. Зато сіз шыныңызды айтып барасыз ақ босағаңызбен. И ертең сізде мындай қиын күндер болмайды. Ертең сізде проблема болмайды сізде. Сол себептен қазірден бастап айтатын, гименопластика іздейтін жолды емес, лучше шындықты айтып, сіз шындығыңызды айтқан күйінде сол бойынша сізді қабылдайтын ер азаматыңызды табыңыз. Чем оған өмір бақи сіз оған өтірік алдап жүргеннен қайдан білесіз? Сіз оған тұрмысқа шықтыңыз, шыққаннан кейін сіздің до этого болған жігітіңіз оның жолдасы шығар, оның ағайыны шығар, мүмкін білмейсіз, Сол себептен лучше ақ босағаңызды қазірден бастап қорламаңыз. Так,
менде мынау бар ғой, не шықпай қала береді, что-то WhatsApp'та не комментарийларыңыз жоғары қарай көтерілсем ше. Так. Иә, дұрыс айтамын. Менде жүктілік 10 жағда барсаң сұрап еді. Қыздар жаңа біреулер қайта сұрақпен қойып жатты да, сұрау белгісімен овуляция тесті отрицательно жүктімін ба дедім ба, соны қайталап қойып жүрмін, что-то сұрағыңыз қайтадан оқи алмадым да, ал жоғары қарай комментарийға мен қазір шыға алмай тұрмын, өкінішке орай. Білмеймін, вот из-за телефона, наверное. Сол бір сұраққа жауап берейік, сонымен бүгінгі эфирімізді тамамдайық, иә қыздар. Алла қаласа алдағы уақытта тағы да кіретін боламыз. Плацента төмен болса 20 аптадан бастап бандаж киесіз. 20 аптадан бастап 35 аптаға дейін постоянно бандаж киіп жүресіз. Сұрақтарыңыз, так, цистит туралы айтасыз ба дейді. Циститтің негізгі күшті емі бұл кто-то тест көрсетемін, оқып үлгермей қалдым қыздар, тағы да. Қараңыз, жалпы жүктілікке байланысты тестті, сіздер жүктілік тестін етеккіріңіз кешіксе ғана көресіз. Етеккірге бір апта қалды, 10 күн қалды, бүгін менің овуляциям болды, ертең мен тестті көре берейін ба деген ол тупо, ол өтірік нәрсе да. Сіз қалай ол сұрақты қоясыз? Жоқ, сіз мысалы бүгін овуляцияңыз болса, например, ровно 2 аптадан кейін сіз тест көресіз. 2 аптадан кейін ғана сіз жүктілік бар жоқ екен айтады. Либо етеккіріңіз кетеді, либо етеккіріңіз келмей кешігіп тест көрсетеді. Тестті екісіз көрсету керек. Егер сізде ол екеуі де болмаса, значит гормональный какой-то дисбаланс бұзылды. Ал овуляция бар жоқ екен нақты білу үшін, мысалы овуляция етесіз ғой маған, да? Мен сізге предполагаем ранняя овуляция, предполагаем поздняя овуляция и негізгі овуляция күнін есептеп беремін, да? Бірақ одан бөлек сіздер тестті жүктілік тест емес, арнайы овуляциялық тест бар, сол овуляциялық тестпен көресіздер. Арнайы овуляция оның тесті. Оны қалай көресіздер? Негізі овуляциялық тесті 3 ай қатарынан көрген дұрыс. Етеккіріңіз кеткен күннен бастайсыздар, етеккір келгенге дейін. Одан кейін келесі етеккір кеткен күн тағы бастайсыздар, келесі етеккір келгенге дейін. Себебі овуляция қатып қалған 14-ші күні, қатып қалған етеккірдің 12-ші күні деген нәрсе жоқ. Иногда болады ранняя овуляция етеккірдің 7-8-ші күні болуы мүмкін. Иногда болады поздняя овуляция етеккірдің 20-25-ші күніне дейін болуы мүмкін. Поэтому сізде овуляция нақты мына күн деген нәрсе жоқ, иә? Сондықтан сіз ең дұрысы жаңа тексеріп көріңіз, немесе овуляция есептей алмасаңыз есептетіп көргеніңіз дұрысырақ. Міне. Жүктілік тесті овуляцияны көрсетпейді. Бұл жүктілік тесті бөлек тест, овуляцияның тесті бөлек тест. Міне. Барлықтарыңызға үлкен рахмет қыздар, дұрыс сұрақтарыңызға жауап ала алдыңыз деген үміттемін. Жауап ала алмағандар ренжімеңіздер. Алдағы уақытта TikTokқа мен тоже жиі шығамын. TikTokта басында біз 100 қыз рахаттанып отырамыз, бүкіл сұрақтарына жауап алып та. И солайынан сіздермен сұрақтарға жауап беретін боламын. Ал қазір уже өте кеш, менде өзім отбасым бар да, уже үйге бару керекпін. Сол себептен барлықтарыңызға қайырлы түн. Түндеріңіз қайырлы болсын, ұйқыларыңыз тыныш болсын.